Қазақтардың өз ата-бабасын құрмет тұтуының мәні өте зор. Көшпенділер кезінде шежіре дегеніміз қандасты өзгеден, досты дұшпаннан, ауылдасты шапқыншыдан айырудың бірден бір құралы болды. Қазірдің өзінде де қазақ отбасының дәстүрін ұстанған ұл жеті атасына дейін санамалап, оның әрқайсысының тарихын жатқайтуы тиіс. Осыған байланысты ежелден бері қазақ халқында өзінің жеті атасын білуі әрбір азаматтың борышы болып саналады. Сонымен бірге бұл ата-ана үшін отбасылық үлгі өнегенің әліппесі. Халқымыз баласын кішкентайынан жеті атасын тануға үйретеді. Біріншіден, бабадан тараған ұрпақтар бір атаның балалары саналады. Ал екіншіден, баладан тарайтын ұрпақ әкеден бастау алып жалғаса береді. Жеті аталық рулық жүйенің маңызы мен мәні, қоғамдық рөлі мен өнімі жайлы Қазақ ұлттық энциклопедиясында былай делінген: өз ата-бабасын жеті атасына дейін білу әрбір қазақ азамат үшін міндет болған. Тұңғыш президент тарихи-мәдени орталығындағы ең құнды да бағалы жәдігерлеріміздің бірі, бірегейі болып саналатын шежіре атты экспонатына кең көлемде тоқтала кетсек, елбасымыздың тарихи таным шежіресіне, әкесі мен ата-бабалары ата-тегі жайында жасалған шежіренің авторы Әбдуайытова Айжан Тойшыбекқызы, Қазақстан Республикасы Суретшілер одағының мүшесі. Айжан өзінің шежірені жасаудағы ой-пікірімен бөлісе келе былай деген еді: мен елбасының ата-бабасының шежіресін жасауда көпте қиналмай-ақ, өте тез арада бәйтерекке оп-оңай келтіре отырып жасап шықтым. Айжан шежірені Үндістаннан алып келген алтын жалатқан канитель жібімен тігіп жасағаны жайында айтып өтті. Ол жіпті Үндістандағы мұсылмандардың жасайтындығы жайында да айта отырып, шежірені қара жасыл барқыттың үстіне алтын жалатқан оқалы зер жіппен әрлей отырып тігілгені туралы баяндап берді. Шежірені жасауда 800 грамм алтын жалатылған канитель жібінің қырлы зер мен жай зер орамалары 3% алтынмен қапталып, бұрынғы қазақтың ұмыт қалған технологиясымен дайындалған. Замана перзенті залындағы Нұрсұлтан Әбішұлының өз шежіресін арнап жазған нақыл сөздерінің бірі мынадай: менің санама сіңген ата-бабаларымыздың ерлік істері, бастарынан өткізген қиындықтары мен қан майдандағы жеңістері маған қиын мәселелерді шешіп, табыстарға жетуге қуат берді. Айжан Тойшыбекқызы елбасымыздың шежіресін төмендегідей етіп, рет-ретімен өрнектеп, бәйтерек бейнесіне көрсеткен еді. Олар Шапрашты, Есқожа, Тоқтар, Алтынай, Қарасай батыр, Көшек, Айдар, Мырзатай, Кембаба, Еділ, Сапақбай, Назарбай, Әбіш, Нұрсұлтан болып тарайды. Әр қазақтың төрінде қазақтың төр шежіресі ілініп тұрса, өскелең ұрпағымызды тәрбиелеудегі халқымыздың шежіреге деген тарихи дүниетанымын, сонымен бірге ата-бабаларымыздың, ата-тегіміздің кімдер екенін біліп жүру барлығымыз үшін де аса қажеттілік тудырар еді. Бірінші кезекте қазақта ұрпағымыздың қанының тазалығы үшін шежірені білуіміз керек десек, екіншіден дүниеге келер болашақ ұрпақтың дені сау, толыққанды, жан-жақты жетілген, ақылына көркі сай болуына да тарихи шежіреміздің қосар үлесі орасан зор.